Біз қазір Қос Батыр ескерткішінде тұрмыз. Мына тас мүсіндерді негізі көбісі балбал деп айтады, бірақ ол дұрыс емес. Шынайы атауы бәдіз деп аталады. Мына бәдіздер ер адамдардың мүсіндері бұл жерде. Біріншіден бұл мұрты бар, қияқ мұрты. Содан кейін міндетті түрде оң қолында тостағаны болады. Бұл ритуалдық ыдыс болып саналады. Содан кейін белінде белбеуі болады. Белбеуінде қылыш немесе қанжар болады. Міне мына жерде сол қолмен қанжарын ұстап тұр, оң қолында тостағаны бар. Екінші тас мүсінде бәдізде тура солай. Мына жерде қияқ мұрты бар. Онша көрінбейді, бірақ бар. Міне оң қолында тостаған тұр. Сол қолында қаруы. Яғни бұл батырлардың мүсіндері граниттан қашалып жасалған 1000 жыл бұрын. Шамамен 6-8 ғасырда бұл тас мүсіндер түрік заманына тиесілі. Яғни Қазақстанның жерінде түрік қағанаты болған заман. Содан кейін бәдіздер міндетті түрде беттері шығысқа қарап тұрды. Шығыс дегеніміз ол күннің шығуы, өмірдің басы. Сондықтан шығыс жақты көшпенді халықтар өте қатты құрметтеп, осылай бәдіздерді де осылай орнатқан.